Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Райгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз әдеттегідей тағы бір жаңа озор үйренеміз. Мінекей қараңыздаршы, қандай күшті, керемет. Мінекей оң беті осындай болса, теріс беті мінекей мынандай. Мінекей көрдіңіздер ғой, иә? Бұл озор өзі бар болғаны 4 қатардан тұрады және 2 көзден. Ендігі мінекей қарап тұрсаңыздар, бұл озормен не нәрсе тоқса да болады, иә? Кардиган болсын, шемпір болсын, мінекей тіпті пальто тоқуға да болады. Мінекей қандай керемет, иә? Ал ендеше бастап көрейік осы озорды тоқып. Мен мына жерде ақ жіппенен 13 көз алдым. Және теріс жағынан барлық көздерді терісінен тоқып шықтым. Бар болғаны сол. Ал кеттік ендеше. Осы озорды бүгін тоқып көрейік. Бисмиллахиррахманиррахим. Бірінші көзді іліп аламыз. Бір теріс. Бұл озорымыздың бірінші қатары. Енді мына оңды біз қазір тоқымай, мына оң білдекешке ауыстырып жібереміз, және мына ұзын көз алда қалады. Тағы бір қайталап жіберейік. Бір теріс. Мына оң көзді біз оң білдекешке ауыстырып жібереміз, ұзын көз алда қалады. Дәл осылай осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей соңғысы. Бір теріс, осымен озорымыздың бірінші қатары аяқталды. Енді екінші қатар. Бір оң, бір теріс. Бір оң, бір теріс. Мінекей көрдіңіздер ғой, мен мына теріс көзді ар жағынан алып отырмын. Мінекей қазір бір оң тоқиық. Енді көрдіңіздер ғой, мінекей арт жағынан алып отырмын. Егерде мына бер жағынан алатын болсам, мінекей ол кезде мына көз мінекей айқасып қалады. Көрдіңіздер ма? Айқасып тұр. Сол үшінде де мен мынау арт жағынан алып отырмын. Мінекей бір теріс. Дәл осылай осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей озорымыздың екінші қатары да аяқталды. Үшінші қатар. Үшінші қатарда біз барлық көздерді оңынан тоқып шығамыз. Мінекей озорымыздың үшінші қатарда аяқталды. Енді озорымыздың төртінші қатары. Төртінші қатарда біз барлық көздерді терісінен тоқып шығамыз. Мінекей көрдіңіздер ғой. Бұл өрнекте де өте оңай тоқылуы. Мінекей озорымыздың төртінші қатары аяқталды. Мінекей көрдіңіздер ғой. Озор мінекей шығып келе жатыр. Қандай тамаша, иә? Керемет. Енді тура сол бірінші қатардан бастап, ары қарай дәл осылай жалғастыра бересіздер. Бар болғаны осы мінекей. Мінекей қараңыздаршы, қандай керемет. Енді үлкен өрнегімізді көріп жіберейік. Мінекей қандай тамаша, иә? Керемет. Мінекей бүгінгі көрсетейін деген озорым осы болатын. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Көріңіздер, тоқыңыздар, бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Сау саламатта болыңыздар. Жақсы.